Ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін Астанадан алған қызыма көйлек вечерний Пинододан заказ беріп үлгермеген болғандықтан шарасына керек болды. Сөйтіп Астанадан заказ бердім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Кейін сіздерге көрсететін боламын Пинодода бұл көйлек қанша тұрғанын. Бізге күшті етіп орап жіберген Астанадағы магазиннен. Негізі мынадай неге салмайды ғой, почтадан. Олар деген пакетке үстіне салып жібереді ғой. Сіздерге көрініп жатыр ма? Мына жерде қараңыздар, салафанға орап жіберген. Мыжылмасын деп салып жіберген. Этикеткасымен бәрі бізде Китайдан. Бұл көйлекті таптым мен Пинододан. Шамамен бағасы 7.000 ба, 8.000 ба сондай тұрады. Күшті объем, подкладкасы бәрін қараңыздар. Бірнеше қабаттан тұрады ғой. Ше супер. Бұл көйлек маған Астанадан 11.800 теңгеге алдым. Қазпочтаға төлеуге 1.600 теңге кетті. Но дәл уақытында келді, үлгердім. Қазір барады, ондай галочкасымен. Дәл осы көйлек бағасы Пинодода 8.000 тұр. Солай Пинодо сайтын аштым. Бұнда біз фотомен табуымызға болады, өзімізге керектіні. Осы фотоны қойдым алған көйлегімді. Міне бағасы тұр 61.7. Мен қызылды басап, сол сары түсті таңдаймын, өз размерін таңдаймын. Міне 61.7. Енді осыны қазір тем более бізде юань түсті. 61.7 юань бізде 4.000-ға шығып тұр. Мен весқа төлесемде де көп ұтады екем. Хайыр енді.